Бөлмеме кірмек болған беймәлім бейне. Мен де басымнан өткен адам сенгісіз бір оқиғаны жолдап отырмын. Өйткені сол оқиға әлі күнге дейін түсініксіз болып жүр. Ата-анам бірдеңе білетін сияқты, маған бірақ ештеңе айтпайды, деп бастады кейіпкер өз әңгімесін. Отбасыда 2 баламыз. Ағам менен 14 жас үлкен. Айтуынша, анам ағамнан кейін ұзақ уақыт бала көтере алмай жүріпті. Дәрігерге, емшіге қаралып жүріп, 14 жылдан кейін мені тапқан екен. Мен 15-ке келгенге дейін біз ауылда тұрдық. 2006 жылы қалаға көштік. Әкем ауылдағы жеке мал шаруашылығын ағама қалдырды. Себебі қаладан әкеме жақсы жұмыс табылды. Қарағанды қаласында тұратын, институтта бірге оқыған досы әкемді өзінің фирмасына жұмысқа шақырды. Сөйтіп, қалаға көшіп келдік. Алғаш көшіп келгенде үйді Майқұдық ықшам ауданынан алдық. Өйткені ол жерде үй арзан екен. Әкемнің айтуынша, мұндай ақшаға қала орталығынан 2 бөлмелі пәтер де бермейтін көрінеді. Қысқасы, аз ақшаға 3 бөлмелі пәтер алдық. Ата-анам арзан бағаға үй алғанына қуанса, мен қалаға көшіп келгенімізге қуандым. Өйткені ауыл балалары қалада тұрғанды мақтан көретінбіз. Үй кең, менің еншіме жеке бөлме тиді. Әкем келген бойда жұмысқа кірісіп кетті. Көп ұзамай, анам да қала орталығындағы мектептен жұмысқа табылып сонда тұрды. Жаңа көшіп келген біздің отбасымызды қонаққа шақырушылар көп болды. Ал менің ондай қонаққа барғым келмейтін. Өйткені үлкендер өзара әңгіме дүкен құрып отырады да, мен бір бұрышта жалғыз қаламын. Себебі біз барған үйлерде менмен жасты балалар жоқ еді. Тағы бірде қонаққа бармай үйде жалғыз қалдым. Ата-анам, бір өзің қорқасың деп алаңдаушылық білдірді. Бірақ мен оларды кішкентай бала емеспін, қорықпаймын деп сендірдім. Қасыма шақырып алатын досым да жоқ. Сондықтан еріксіз үйде жалғыз қалдым. Әкемнің достарының бәрі қала орталығында тұратын. Оған барып қайтқанша да бір шама уақыт кетеді. Сондықтан қонақтан үйге келгенімізше түн ортасы ауып кететін. Бұл жолы да солай болар деп, кеш қараңғы түскен соң оларды күтпей-ақ жатып қалдым. Арада көп өтпей, ас бөлмеде ыдыстың жерге түсіп сынғаны естілді. Қаладағы үйлерде домовой болады дегенді естуші едім. Бірден ойыма сол келді. Жүгіріп барып бөлменің есігін іштен іліп алдым. Қайта келіп, көрпенің астына тығылдым. Бойымды қорқыныш билеп, енді не болар екен деп, үнсіз тың-тыңдап қозғалмай жаттым. Бірақ одан кейін ешқандай бөтен дыбыс естілмеді. Арада қанша уақыт өткенін білмеймін. Әрдеңені ойлап, ұйықтай алмай жатқам. Бір кезде мен жатқан бөлменің есігін біреу itергендей болды. Сәлден соң есік қағылды. Ұры кірді ме екен, үйде бір кісі барын білсе, сескеніп қашып кетер деген оймен, «Кім ол?» деп үн қаттым. Сәл үнсіздіктен кейін есік қайта тықырлады. Шамасы есікті ашпақ болған сияқты. Қазір полиция шақырам дедім. Ондағы ойым ұрыны қорқыту еді. Бірақ есік артындағы белгісіздіктің кететін түрі жоқ. Қорқып қашу былай тұрсын, бір кезде ол сықылықтап күле бастады. Қатты дауыстап, полиция үйде ұры жүр дедім. Бірақ ол кезде телефонымды қайда қойғанымды таба алмай жүргем. Сол сәтте шырылдады. Бейтаныс номер екен,
өшіре салдым. Тез анамның номерін тердім. Аптығып, «Мама, үйде біреу жүрген сияқты» дедім. Анам, «Бөлмеден шықпа, қазір барамыз» деді. Сол сәттен бастап есік артындағы күлген дыбыс та, есіктің сықыры да сап тиылды. 10-15 минуттай қозғалмай отырдым. Сонан соң ақырын барып есікке бардым. Ешқандай дыбыс естілмейді. Ұры кірген екен ғой. Анамның қазір келеміз дегенін естіп, қашып кетті-ау деп топшыладым. Бойымдағы қорқыныш сәл де болса сейілгендей. Бағанағы бейтаныс номер кім екен деп телефонға қарадым. Номер мүлде бөлек. Біздің номерге ұқсамайды. Сан көп. Шетелдік номер-ау деп ойладым. Не болса да қайта хабарласып білейін дедім. Қайта қоңырау шалдым. Телефоннан «Мұндай номер біздің жүйемізге тіркелмеген» деген жауап естілді. Қайта хабарластым, қайта сол жауапты естідім. Солай телефонмен алысып отырғанымда әке-шешем де келді. Мен бар болған жағдайды айттым. Әкем терезелерді қарап шықты. Бәрі жабық, есіктің құлпы да орнында. Олар есікті өз кілттермен ашып кірген. Ас бөлмеге бардық. Ол жерден ешқандай сынған ыдыс көрінбеді. Анам, «Жалғыз болған соң қорыққансың. Сосын саған осылай естілген ғой» деді. Мен телефоныма белгісіз номерден қоңырау келгенін айттым. Анам қарап, «Қай номер?» деп телефонымды өзіме қайта берді. Мен телефонға келіп түскен қоңыраулардың тізімін ақтара бастадым. Бағанағы белгісіз номер жоқ. Анам маған үреймен қарады. Шамасы шошынып ауырып қалмады ма деп отырау. Олар менің сөзіме сенбеген секілді. Дүйсенбі күні анам мені дәрігерге апарып тексертті. Дәрігер, алаңдайтын ештеңе жоқ, бәрі дұрыс деп шығарып салды. Неге екенін қайдам, араға көп уақыт өтпей, анам әкеме, «Мына үйден көшейікші» деді. Кейде екеуі маған естіртпей сөйлесіп отырады. Мен қастарына келсем, әңгімені доғара қояды. Қойшы, содан көп ұзамай, ол үйден көшіп кеттік. Шамасы, анам да бірдеңені сезді-ау деп ойлаймын. Бірақ маған ол жайлы ештеңе айтпады. Біз осылайша ол үйден көшіп, аздаған ақша қосып, қала орталығынан үй алдық. Ағам болса, ауылда әкемнің шаруашылығын жалғастырып қала берді. Осылай мен орталыққа көшіп келіп, жаңа достар тауып, өзінше бір қуанышты күндерді бастан кешірдім. Тыңдағандарыңызға рахмет.